Сәлем, достар! Бүгін біз сендерге «Идеальная западня» деп аталған фильмді қысқаша қазақша баяндайтын боламыз. Достар, видео басталмас бұрын арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар, ал біз бастадық. Фильмдің басында бір әдемі қыз интернет арқылы вилла заказ істейді. Ол қыздың есімі Кейси, ал жігіті Брайан. Екеуі сол виллаға кетіп бара жатады. Таксист оларда шатасып басқа бір ескі түскі зданияға алып барады. Бірақ кейін олар шатасып келіп қалғанын түсінеді. Және жолдарын жалғастырады. Содан кейін таксист оларды үлкен әдемі виллаға алып келеді. Ал Кейси кілттің қайда жасырылғанын біледі. Ол кілтті алып үйді ашады. Олар вилланы 6 күнге алған еді. Вилланың асханасында олар бір бутылка виноны көреді. Ол виноны көршісі Эдуарда сыйлық ретінде қалдырған болады. Солайша ол екеуі кешкісін күннің батысын көріп, бір-біріне сүйсініп отырады. Бірақ кенеттен Брайанның телефонға SMS келіп, олардың романтикасын бұзып жібереді. Брайан екінші этажға шығып, Кейсидің телефонын блокировка етпекші болған кезде, оның телефонында қандайда бір Дерри деген жігіт телефон соққанын көреді. Брайандың бұған қатты ашуы келеді, және телефонды шкафқа лақтырып жібереді. Брайан сыртқа шыққанда Кейсиді көреді. Кейси оны қалап тұрған еді. Бассейнде Кейси оған жабыса бастайды. Бірақ Брайан оны қаламай тұрады. Брайанның көңіл күйі жоқ еді. Солайша Брайан бассейннен шығып кетеді. Түнде Брайан қандайда бір дыбыс естіп оянып кетеді. Ол барып қараған кезде істемейтін плеердің дыбысы болып шығады. Брайан сол жерден үлкендерге арналған кітапты тауып алады. Қызы да ренжіген Брайан сол кітапқа қарап, өзінің қол арқылы өзін қандырады. Содан кейін бізге вилланың жасырын камераларын көрсетеді. Оларды бөтен бір адам күзетіп отырар еді. Таң атысымен Кейси далаға жүгіруге шығады. Ол жүгіріп кетіп бара жатып, аяғы ағаш бұтағына ілініп құлап қалады. Аяғы жарақат болған Кейси үйге ақырындап кіріп бара жатады. Сол кезде ол жолда келе жатқан машинаны көреді, оны тоқтатады. Ал машинаның ішінден бір италиялық адам түсіп көмектеседі. Ол жігіттің аты Федерика. Ол қызды жігітімен тұрған виллаға алып барады. Виллаға жеткен соң Кейси оған үйге кіріңіз деп айтады. Сол кезде жігіт қыздың жүзінен сүйіп алады. Және бізде Италияда сондай салт дәстүр бар деп айтады. Кейси бұған бір түрлі болып қалады. Кейси үйге кіреді, сәлден кейін үйінің ішінде Федериканы көреді және қорқып кетеді. Федерика қызға сіздің қолыңыздан кофе ішуге кірдім деп айтады. Солайша Федерика мен Кейси екеуі кофе ішіп отырады да, сол кезде қыздың жігіті Брайан келіп қалады. Брайан Федерикамен танысады. Федерика оларға ертең мен сендерді осы қаланың ең әдемі жерлерін көрсетем деп айтады. Қыз бен жігіт олмен келіседі. Бірақ та Брайан ол жігіттің үйге Кейсимен келгеніне ашуы шығады. Кейси Брайанны тыныштандыра, сол кезде камералардан оларды бір адам күзетіп отырады да, ол Федерика еді. Сөйтіп ертесіне оларды Федерика қалаға жеткізіп салады және қаласаңдар кететін кезде келіп алып кетем деп айтады. Бұл болса Брайанға ұнамайды. Содан кейін Брайан мен Кейси екеуі ұрса бастайды. Брайан Кейсиді қызғанып жатқан еді, өйткені Федериканың қызға көзін үзбей қарауы оған жақындасып бара жатқаны Брайанға ұнамаушы еді. Содан кейін Кейси Брайаннан ренжіп кетіп қалады. Ал Брайан көңіл күйі түсіп сыра ішкені барға барады. Сол кезде Брайанның қасына Федерика келіп қалады. Екеуі әңгімелесіп, мас болғанша сыра ішеді. Брайан қызы Кейсиді қатты сүйетінін айтып жатады. Сол кезде барға Федериканың бұрынғы таныс қыздары кіріп қалады. Қыздар ол екеуіне қосылады және бірге ішеді. Федерика мас болған Брайанды қыздармен тастап виллаға Кейсидің қасына барады. Және оның бөлмесіне кіреді. Бұл кезде Кейси де ішіп алған еді. Федерика қыздың артынан келіп, жүзінен сыйлады. Қыз оны жігітті Брайан деп ойлады. Ертесіне Брайан басқа бір жерде оянады. Ол өзіне келіп үйіне виллаға барады. Кейси де мас болғанның есебіне түнде не болған білмеуші еді. Солайша Брайан Кейсиден кешегі күн үшін кешірім сұрайды және Федериканы енді үйге кіргізбейміз деп айтады. Солайша арадан 1-2 күн өтеді, Кейси мен Брайан әңгімелесіп отырады. Екеуі бірін-бірі қатты сүйетінін айтып, барлығын басынан бастағысы келетінін айтады.
Кейси Брайанға жер төледен вино алып біздің жататын спальныйға 10 минутта алып кел, мен оған дейін дайындалып тұрамын деп айтады. Бірақ та бұл кезде оларды камералар арқылы Федерика күзетіп отырған еді. Брайан вино алу үшін жер төлеге түседі, сол кезде кенеттен жер төленің есігі жабылып ілініп қалады. Бұл уақытта Кейси өзінің құмар оятатын ішкі киімдерін киіп, көздерін жауып Брайанды күтіп отырады, бірақ жігітінің орнына Федерика кіріп келеді. Федерика Кейсиге жақындап, оның құшақтап, сүйіп оған жабыса бастайды. Кейси оны Брайан деп ойлайды. Бұл кезде Брайан жер төледен шығатын жол тауып алады да, және сол арқылы басқа бөлмеге кіреді. Бұны Федерика байқап қояды және Кейсиді жалғыз тастап қашып кетеді. Сөйтіп Брайан Кейсиді тауып барады, ол екеуі бірін-бірі түсінбей ұрса бастайды. Кейси Брайанға мені бөтен адам сүйіп жатқаны, сен қайда едің деп айқайлап ұрсып, оған қолындағы телефонын лақтырады. Сол кезде телефон айнаға барып тиеді, ал айна артынан жасырын камера көрініп қалады. Брайан бірден бұның артында Федерика тұрғанын біліп қалады. Ол полицияға қоңырау соқпақшы болып тұрған кезде аяқ астынан Федерика пайда болады. Федерика оларға мені өзі сондай камера арқылы сырттай басқаларды бақылағанын ұнатам, ал Кейсиді көрген кезде менің сезімдерін оянып кетті деп айтады. Федериканың жынды екенін біліп тұрған Брайан барлығын тыныш жолмен шешейік деп айтады. Бірақ Федерика пышағын алып Брайанға қарай атылады. Сөйтіп екеуі төбелесе бастайды. Федерика Брайанды қылқындырып өлтірейін деп жатқан кезде Кейси қолына темір алып Федериканың артынан басына ұрып құлатады. Кейси шокта не істегенін білмей темірмен Федериканың басына қайта-қайта ұрып өлтіреді. Содан кейін қыз бен жігіт өлікті жасырып қояды. Сол уақытта үйге вилланың иесі Эдуарда келіп қалады. Олар Эдуарданы ештеңе болмағандай қарсы алады. Эдуарда оларға Федерика туралы айтуды ұмытып кеткенін айтады. Негізінде Федерика осы вилланың күзеті, яғни қорықшысы екенін айтады. Бұны естіген қыз бен жігіт не істерін білмей қалады. Эдуарда бөлмелерді қарап шығады. Ол камера тұрған бөлмеге кіріп Федериканың телефонын тауып алады. Эдуарда бұл жерде бір шекелік болғанын бірден сезеді. Ол бірден камераларды артқа қайтарып көреді де, сол кезде қыз бен жігіт Федериканы аяусыздықпен ұрып өлтіргенін көреді. Эдуарда қыздың қасына келеді және пистолетін алып Федериканың неге өлтірдің деп сұрайды. Сол уақытта оның артынан білдіртпей Брайан келе жатады. Бірақ оны Эдуарда байқап қалады. Эдуарда сендер Федериканы әдейі өлтіргенсіңдер деп айтады және Брайанды пистолетімен атпақшы болады. Сол кезде Кейси қолындағы пышағын Эдуарданың артына білдіртпей тығып алады. Ол қызға барған кезде Брайан басына темірмен ұрып құлатады. Брайан қыздың қолындағы пистолетті алып істі өз аяғына дейін жеткізді. Ол Эдуарданы атып өлтіреді. Содан кейін қыз бен жігіт таң атқанға дейін үйді тазалап шығады. Олар камера тұрған бөлмені табады және барлық запистерді өшіріп тастайды. Барлық жұмыстарды бітірген соң екеуі душқа түседі және сол жерде осы біздің ұмытылмас сырымыз болып қалады деп айтады. Сол жерде екеуі бір-бірін құшақтайды. Брайан Кейсидің қолын сұрап, ұсыныс жасайды. Фильм сол жерде өз соңына жетеді. Достар, егерде сіздерге біздің видео ұнаған болса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл бізге келесі видеоны шығаруға үлкен шабыт сыйлайды. Келесі кездескенше аман сау болайық.